бәрі естіліп тұр ма? Ассалаумағалейкум достар, сенімен бірге мен Нос. Достар, бізде жаңа видео. Біз бүгін Free Fire'дан Free Fire'дан басынғасын. Ассалаумағалейкум достар, бізде Brawl Stars па Free Fire'дан қайшыншымыз. Ё-моё, ми ашып кетті. Ал достар, енді мына музыканы естері шашып кеткен шығарсыздар. Енді мен енді ойланып отырмын да, Free Fire түсірейін бе, Brawl Stars түсірейін бе, енді сіздер шешіңіздер. Енді мен ойланып кеттім, мен екінші канал аштым, тағы осы каналда енді не түсірейін, мен Brawl Stars түсірейін бе әлде енді мен өзім Free Fire'ны ары қарай түсіріп кетейін бе. Енді сіздер осыны айтып кетіңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал енді мен өзім былай ойлап отырмын, негізі Brawl Stars'та негізі көп адамда Brawl Stars, короче, ютуберлер аз. Мысалы, ең көп дегендер уже 4 мыңға да жеткен жоқ әлі. Ең көп подписчигі бар Brawl Stars'та Қазақстанда ол Алмас KZ. Енді оның видеоларын маған өз басым ұнайды. Мен оны бұрында бір рет көргем, одан кейін көрмей кеттім. Енді Brawl Stars ойнамаған соң, енді мен бүгін Brawl Stars'ты қайтадан бастайын ба деп отырмын. Енді достар, ойлаңыздаршы, мына экранның алдынан шығады қазір. Ойлаңыздаршы, топ 16-да тұр. Ойлаңыздаршы, бүкіл осы біздің Россия ма деген, қай дегенде екен білмеймін, нақты білмеймін, бірақ 16-шы орында достар Қазақстанда. Ойлаңыздар. Енді 16-шы орында тұрғаннан кейін достар, неге оны ойнамасқа? Енді достар, мен енді сіздер айтыңыздар, мен ойнайын ба солай.